мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Қытайлар не жейді деп ойлайсыз? кей жануарларды жейді деген сияқты. Бұл қалыптасып қалған стереотип қой. Тышқан жейді деген сияқты. Иә, солай ойлаймыз. Бірақ көбіне енді күріш жейді деп ойлаймын. Окей. Негізі Қытайдың тура осы жағы бойынша көп стереотип бар. Мен келген күн жаңағы Қытайдан каникулға келем ғой. Менің туыстарым да сұрайды. Құмырсқа көрдің ба? Жеп. Таракан жеп көрдің ба деген сияқты. Бұл жерде айтқым келетін бір мәселе бар. Қытайдың 8, біз айтамыз, бада цайси дейді. Бада цайси дейді, 8 үлкен кухнясы бар. 8 үлкен кухнясы ол неге бөлінеді? Жаңа провинцияға бөлінеді. Біріншісі Луцай дейді. Луцай деген Шандоңдікі. Көбінесе суп, сорпа тамақтар өте көп. Сол теңізге жақын болған көбінесе теңіз тағамдары бар деген сияқты. Екінші ең қызығы, неге бұнда стереотип пайда болды, ол Юэцай дейді. Юэцай деген Гуандун провинциясының тамағы. Гуандун провинциясының тамағы өте қызық. Жыланы болсын, басқасы болсын, барлығы бар. Және ақшта жаңағы білесіздер ғой, Чайнатаун бар. Сол Чайнатаунға көшіп келген халықтың 90% сол Гуандун провинциясының халқы. Сол Гуандун провинциясының халқы сол жаңағы теңіз арқылы көшіп кетеді Европаға, жаңағы Америкаға, өздерінің ауқымды жаңағы Чайнатаундарын құрады, өздерінің тамақтарын пісіріп көрсетіп бастайды. Сол үшін стереотип қалыптасады барлық Қытай халқы. Иә, сондықтан стереотип жаңағы Қытайдың барлығы шаян, ашай, жаңағы жылан бәрін жейді деген стереотип қалыптасты әлем бойынша. Бірақ егер де былай солтүстікке қарай кететін болсақ, онда ештеңе жемейді. Негізі жейтіндері бар, ол оңтүстікте көбінесе деген сияқты ғой. Сөйтіп 8 кухня әртүрліге бөлінеді. Ең ашты жаңағы ашты тамақ жейді деген тоже стереотип бар. Барлығы ашты тамақ жей бермейді олардың. Тәттімен қосып жаңағы бұл кәріс тамақтарын жегенсіз ба? Тәтті мен аштының қосындысы, иә? Сол сияқтылар да бар. Ол Джезяң провинциясында, Ханчжоу жақта сөйтіп жасайды деген сияқты ғой. Сондықтан Қытайдың негізі тамақ жағы өте қызық.